Сүт қосылған шай. Талғап ішетін адамдардың сусыны. Десе де ықылым заманнан мал асырап бағу арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай ішсең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс, оның пайдалы және зиянды тұсы қандай? Құрметті оқырман, біздің арнаны 86% тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз бізді ары қарай шабыттандырады. Британдық ғалымдардың зерттеуіне жүгінетін болсақ, шын мәнінде сүт шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-25%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығы едәуір жақсара түседі деген сөз. Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлдеқайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді. Бұл заттар арқылы қан тамырларының кеңею процесі жүзеге асады. Ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Тамақтан кейін шай ішу темір жетіспеушілігіне әкеліп соқтырады. Егер үнемі ыстық тамақтан кейін шай ішсеңіз, онда темір тапшылығына тап болуыңыз мүмкін. Оның салдары нашар тері нашарлап, шаштың түсуі жиілеп, бойыңызды әлсіздік билейді, анемияға алып келеді. Сондықтан таңғы және түскі ас ішкенде бірден шай ішпей 20 минут күтіп ішуге кеңес береміз. Шай ұйқысыздыққа әкеліп соқтырады. Бұған шай құрамындағы кофеин мен қош иістендіргіш себеп. Ыстық судың әсері қан тамырлары әлсір етіп, тамыр соғысын жиілеп, қан айналымды жылдамдатады. Орталық жүйке жүйесі мен ми жұмысын күшейтеді. Асқазан ішек жолдары ауруына жиі шалдығады. Одан кейін нефролог мамандарға жиі қаралады. Себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі. Мамандар шайды лимон қосып ішкен дұрыс екенін айтады. Сондай-ақ сарапшылардың мәліметінше сүт қосылған кофе сусынының зиянды екенін әсерін айтады. Дегенмен сүтті кофені де көп ішу өте зиян. Бұл жағдайда берілген бірақ ұсыныс сүт пен шайды бөлек-бөлек ішу керек дейді ғалымдар. Сондықтан шөп шайын ішкен абзал. Оған көк шайдың пайдасын айта кетейін. Көк шайдың қою тұнбасы асқазан мен ішек жолдарының жарасын жазады, қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, емдік мақсатта пайдалануға болады. Себебі бір күн тұрған шай қышқылдар мен фтор құрамында көбейеді. Сонымен қоса тіл ойлағанда тері ауруы экземада ем ретінде қолданады. Кешегі шаймен көзі сүртсе де қызарғанын басады. Және таңертең кешке тіс жуар алдында ауыз шайша тістің түбі нығая түседі. Сонымен қоса жүрек қан тамыр жүйесін жақсартады. Бүйрекке тас пайда болуын болдырмайды. Әр нәрсенің де пайдасы мен зияны болатын секілді, шайдың да зияны бар екенін біле жүріңіз. Құрметті оқырман, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қойыңызды сұраймын. Ем болсын достар.